Сәлеметсіңдер ме бірінші сынып оқушылары? Бүгін математикадан 119 сабақты бірге орындаймыз және есептер бірге шығаратын боламыз. 119 сабақ диаграммалар. Диаграмманың не екенін білесің. Бірінші есепке қарайық. Біз жемісті жақсы көреміз. Ол пайдалы өнім. Сурет пен пиктограммаға қара. Әрбір қонаққа жемістің әр түрінен біреуден жете ме дейді. Енді мына суретке қарайық. Бізде қанша қонақ отыр бала? Санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Біздің 6 қонағымыз бар екен, е? Енді пиктограммаға қарайық. 1-ден 10-ға дейін сан жазылған. Астында сары өрік, қара өрік және алма бейнеленген. Бізде дастарханда сары өріктің саны нешеу? Санайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 екен. Келесі қара өріктің саны нешеу? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Пиктограммада бізде сандары берілген, я, жемістердің. Пиктограмма бойынша санап жатырмыз, я, жемістердің санын. Келесі соңғы алма. 1, 2, 3, 4, 5 екен. Бізде сары өріктің саны 10, е? 10 ол 6 балаға әрине жетеді. Ал келесі қара өріктің саны 9. Ол да 6 баламызға жетеді екен. Ал алманың саны бізде 5. 5 6-дан кішкентай, е? Сонда бізде бір балаға алма жетпей қалады екен. Жақсы. Келесі диаграмма. Бұл диаграмма. Оның пиктограммадан айырмашылығы, оған суреттер пайдаланылмайды екен балалар. Бірінші суретте бізде пиктограмма, ол жерде жемістердің суреті немесе басқа да суреттер пайдалануға болады. Ал диаграммада суреттер пайдаланылмайды. Енді екінші тапсырма, сенің достарың қандай жемістерді жақсы көреді? Диаграмма құр дейді. Міне біз алдындағы пиктограммаға қарап диаграмма құрамыз. Қара өрік, алма және өрік. Балалар, сендер өздеріңнің достарыңнан сұрап көріңдер. Қай досыңа қандай жеміс ұнайтынын, я? Қара өрікті, менің 9 досым қара өрікті жақсы көреді екен. Ал алманы 6 досым жақсы көреді екен. Және өрікті 4 досым жақсы көреді екен. Балалар, бізде бірінші тұрған пиктограмма, оны диаграммамен шатастырмаймыз. Диаграммада тек санмен және түспен осылай бейнелеп көрсетеді. Ал пиктограммада сурет арқылы көрсетеді. Келесі сұлба бойынша есептер құрастырып, оларды шығар дейді. Бізде кесінділер сызып көрсеткен екен, 5 кг, 3 кг артық және сұрақ белгісі. Астында да кесінді сызыпты. Және мына бетте бізде қарбыздың және асқабақтың суретін беріпті. Енді бірінші кесінділерге қарап есеп құрастырайық. Қарбыз бізде 5 кг екен. Ал асқабақ белгісіз және 3 кг артық дейді. Шешуінде 5 пен 3-ті қосып, жауабы 8 шығады екен. Енді бізде асқабақтың салмағы шықты. Яғни асқабақтың салмағы 8 кг екен. Жарайсыңдар, келесі екінші кесінділерге қарап есеп құрастырайық. Қарбыздың салмағы белгісіз және 3 кг кем. Асқабақ 8 кг. Шешуі 8-ден 3-ті азайтып, оның жауабы 5 болады және біздің жауабымыз 5 кг. Сонда қарбыздың салмағы 5 кг болады екен. Келесі есеп, диаграммада қанша зат бейнеленсе, дәптеріңе сонша дөңгелек сал. Дөңгелектерді диаграммадағы түстерге сәйкес боя дейді. Бізде қанша зат бейнеленген балалар? Бірге санайық. 1, 2, 3, 4 және 5. 5 зат бейнеленген екен. Балалар, осындай 5 дөңгелекті дәптерлеріңе сызып, оны диаграммадағыдай түстермен бояңдар. Жақсы ма? Жақсы, жарайсыңдар. Келесі. Ненің жеңіл екенін анықта. А есебінде алма немесе алмұртты сұрап тұр. Қайсы жеңіл? Енді қараймыз. Бірінші таразыда бізде апельсиннің салмағы үлкен болып тұр, е? Ал алманыкі жеңіл. Демек, ең жеңілі бұл есепте алма болып тұр. Ал екінші таразыда алмұрт
ауыр болып тұр, иә, апельсин жеңіл болып тұр. Демек, ең ауыры алмұрт. Сонда бізде жеңіл алма, ал ең ауыры алмұрт болып тұр екен. Келесі есебінде алма немесе банан қайсы жеңіл? Бізде бірінші таразыда алмұрт алманы басып тұр, иә? Яғни алма жеңіл. Бұл есепте де ең жеңілі алма болып тұр. Ал ең ауыры алмұрт пен бананды өлшегенде бананның салмағы ауыр болды. Демек, ең ауыры банан, ең жеңілі алма. Біз ненің жеңіл екенін анықтадық. Ол алма екен. Жарайсыңдар балалар, сау болыңдар. Маған тіркелуді ұмытпаңдар.